Мына бізде бағана айтып өткендей, қандай ретте? Мас тұратылы ойыншық, иә? Бұл бізде ұсақ болады ғой, иә? Бұның ұсақ түрі бар, үлкен түрі бар, бәріміз тыңдаймыз тыныш. Бұны біз аузымызға салуымызға болмайды. Неліктен деп ойлайсыңдар? Жұтып кетуі мүмкін, иә? Тақалып қалуымыз мүмкін, тағы да айта ғой. Кішкентай болды, бұның кішкентай болады ғой. Көріп пе едік? Кішкентай. Оны аузымызға салуға бола ма? Неліктен? Қақалып, тамамызға кетіп қалуы мүмкін. Және де тиын бар ғой, кішкентай тиын, 10 теңгелік, 5 теңгелік. Соны аузымызға салуға бола ма? Болмайды. Неліктен? Қақалып, тамамызға кетіп қалуы мүмкін. Абдулазиз айта ғой. Абдулазиз. Жұтқыншаққа тұрып қалуы мүмкін, иә? Жара шығады, иә? Ол жара сосын ауырады, иә? Сондықтан айта ғой. Медина айта ғой. Әдел айтасың, иә? Айта ғой. Орнымыздан тұрып айтамыз, Абдулазиз. Балалар тамағына кіргенде қақалып талып қалады. Қақалып қалады. Әдел айта ғой. Мен алдында ұстамай болса, мен аузыма тиімді салып қалдым. Салып қалдың ба? Сосын не істедің? Потом мама екеуі сығарды. Сондықтан балалар тиынды аузымызға салуға болмайды, иә? Ойнақ болсын, әдейі болсын, болмаса әдейі болмай салып қалуымыз мүмкін. Сол кезде ол тамағымызға кетіп қалып, жұтқыншаққа тұрып қалуы мүмкін, иә? Ол кезде адам демаламай қалады. Жұтқыншаққа тұрып қалған кезде. Содан қақалып қалуымыз мүмкін, иә? Сол себепті ойыншықтарды не істейміз? Аузымызға салмаймыз. Енді сынған ойыншықтармен ойнама. Қолыңды, көзіңді жарақаттап алуы мүмкін дейді. Дұрыс айта ма? Мына бізде не қандай ойыншық? Самолет. Ұшақ, иә? Ұшақ бізде не істеп тұр? Сынған, иә? Осы ұшақ ойынмен ойнау керек па? Ойнауымызға болмайды. Ал мына бізде не? Пойыз. Пойыз сынып қалған, иә? Бала не істеп тұр? Жылап тұр, иә? Демек, пойыз сынып қалған, иә? Бұл ойыншықпен ойнауға болады ма? Неліктен? Қолымызға, көзімізге кіріп кетуі мүмкін, иә? Ұсақ не бөлшектер, иә? Сол себепті сынған ойыншықтармен ойнауға болмайды. Енді ойыншықтар бір-біріне лақтырма дейді. Басқа балаларды жарақаттап алуы мүмкін. Дұрыс айта ма? Ойыншықтар сендер бір-біріне лақтырып ойнайсыңдар ма? Қай кезде біз бір-бірімізге лақтырып ойнаймыз? Доппен, иә? Допты бір-бірімізге лақтырып ойнаймыз ба? Бірақ лақтырған кезде қатты лақтыруға болмайды екен, иә? Айта ғой, Медина. Бұл екі бала ойыншыққа таласып жатыр. Иә, таласып жатыр, иә? Мысалы, мынау бізде қандай оқушы деп ойлайсыңдар? Қандай бала? Жақсы қыз ба или жаман қыз ба? Жаман қыз. Неліктен? Өйткені ол досына лақтырып жатыр, иә, ойыншықты. Біз ойыншықты лақтырып ойнаймыз ба? Лақтырып ойнамаймыз, иә? Ал мына бала не істеп жатыр? Лақтырып жатыр, иә, мына қызға? Бұл бала жақсы бала ма или жаман бала ма? Жаман бала. Екеуі де жаман бала екен, иә? Сендер осы жаман баланың қатарына кіресіңдер ме? Ойыннан кейін ойыншықтарды жина, сыртына құлап қалмау үшін. Сендер ойнап болғаннан кейін ойыншықтарыңды жинайсыңдар ма? Неліктен жинаймыз біз ойыншықтарды? Шалынып, мына бала сияқты шалынып қалмау үшін, иә? Аяғымызға кіріп кетуі мүмкін, иә? Аяғымыз жарақаттап алуымыз мүмкін. Айта ғой. Ұшақта балаққа қарайды. Иә, тағы айдан айта ғой. Ойыншық шашылып келе жатқанда біреудің басқасы құлап кетеді. Иә, құлап
қалып кетіп, аяғын ауыртып алуы мүмкін, қолын ауыртып алуы мүмкін. Анам, жерде бір кілең затты аяғына жабысып, күні отырып, ол жерде тамақ салмай қаласың, ол жерге бара алмай қаласың. Не көріп тұрмыз? Қауіпті жағдайлар түсіндір дейді. Мына бала не істеп тұр? Тоқты шұқылап тұр, иә? Бізге не істеу керек? Осылай тоқты шұқылау керек пе? Жоқ! Бұл бала тоқты шұқылап тұр, иә? Бұл балаға не болады? Тоқ ұрады, иә? Тоғы бөліп қалады. Иә, тоқ ұруы мүмкін, иә? Алдына не істеу? Мынау не? Машинаның алдына доп кетті, бала не істеп баратыр? Допқа қарай жүгіріп баратыр, иә? Бұл баланың әрекеті дұрыс па? Не істеу керек бала? Тоқтау керек. Болмаса, машина жүретін жолмен доп ойнауға болмайды, иә? Апай, мен айтайын. Қазір, мына үшінші суретте не болып тұр? Бала не істеп жатыр? Бала не істеп жатыр? Жағып жатыр, иә? Жағып, кілемге қойып жатыр. Баланың әрекеті дұрыс па? Жоқ! Неліктен? Иә. Бұл отпен ойнауға болмайды, иә? Мақалдар бұл отпен ойнама күйесің дейді, иә? Отпен ешқашан ойнауға Өткені кішкентай сусы ол істеп жатыр. от жағу болмайды, иә? Сендер үйіңізде сіріңкемен ойнайсыңдар ма? Сіріңке бізге не үшін қажет? От жағу үшін, тамақ пісіру үшін керек, иә? Ал оны ойыншық ретінде пайдаланып отыр, иә? Бұл негізі ойыншық емес, дұрыс па? Не болды? Мезгілі. Қыста күн суытып, қар жауады. Адамдар қалың киінетін болады. Жаңа жыл мерекесін тойлаймыз. Қыста шаңғы тебеміз. Қардан аққала жасаймыз. Суықтан су мұз болып қатады. Көктем мезгілі. Көктемде күн жылынып, қар ериді. Бәйшеше көседі. Құстар жылы жақтан ұшып келеді. Көктемде елімізде Наурыз мейрамын тойлаймыз. Жаз мезгілі. Жазда күн ыстық болады. Балмұздақты жиі жейміз. Жазда жеміс-жидектер пісе бастайды. Жазда күн ыстықтады, суға шомыламыз. Күз мезгілі. Күзде күн салқында жаңбыр жауады. Адамдар жылырақ киінетін болады. Ағаштың жапырақтары сарғайып, жерге түседі. Жемістер, көкөністер піседі, егін жиналады.